Судья сөйлейтін заң, ал заң сөйлемейтін судья. Қазылық қызметкерлері қашанда әділдік пен әдептіліктің бейнесі болуы шарт. Құқығы мен бостандығы таразыға түскен азаматтардың тағдырына тікелей жауапты жандардан әділдік пен біліктілік бірінші кезекте талап етілетіні белгілі. Десе де, туралықтан таймауы тиіс мамандық иелеріне қоғам тарапынан күмәнді аз болмаған. Судьяларда саяси күштердің салдарынан тәуелді деп айтқан бір кездері. Бірақ сол көптің күмәні соңғы жылдары сейілгендей. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасымен судьялардың тәуелсіздігін күшейту туралы түрлі реформалар жүзеге асырылып жатыр. Арнайы жоба жоғары сот кеңесі қабылдаған шараларды шолып шықпақ. 2022 жыл Қазақстан Республикасы жоғары сот кеңесіндегі үлкен өзгерістер басталды. Президент жолдауында кеңестің рөлін күшейту керектігін айтып, судьяларды іріктеу мен тағайындаулар тәрізді маңызды міндеттерді толықтай өз атқара алатын орган болу керектігін айтты. Қазылардың тәуелсіздігін арттыру мақсатында оларға сот төрағаларының ықпалы біртіндеп азая бастады. Сол сәттен бастап жоғары сот кеңесі судьялардың біліктілігін арттырып, оларды даярлау және кадрлық мәселелермен айналысады. Осы секілді, бұрын тек жоғары сот төрағасының құзыретіне кірген жұмыстар жоғары сот кеңесіне беріле бастады. Судьялардың сот төрағаларына тәуелсіз болмауы, судьялардың өкілеттіктерін ұзарту, тоқтату мәселелері, және сонымен бірге судьялардың сот төрелігін атқару барысындағы қызметтеріндегі жауапкершіліктерін жоғарылату мақсатында шаралар алу мақсатында бірқатар заңға өзгерістер енгізіліп, бүгінгі күнге орындалып жатыр. Бұрын кадрлар мәселесі соттың ішінде өзінде болды. Енді қазір бөлек кеңес шығарылғаннан кейін, меніңше азаматтардың осы институтқа сенімі артты. Себебі бұл соттардан тыс бөлек тәуелсіз кеңес. Жоғары сот кеңесіндегі кезекті жаңашылдық. Органға судьяның отставкасын тоқтату туралы құқық берілді. Бұл да қарақылды қақ жарып, әділ шешім шығару керек азаматтардың тәуелсіздігін арттыру үшін қабылданған шаралардың бірі. Әрі жоғарғы сот өзіне жүктелген артық міндеттерден босатылып, жоғары сот кеңесінің рөлі күшейді. Былтыр республика бойынша 162 судья қызметінен кеткен, оның 144-і құрметті отставкаға шыққандар, зейнет жасына жеткендер және қызметін ауыстырғандар. Ал 7 судья бақилық болған, тағы 11-і кәсіби қызметіне сай емес немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Бұл елдегі жаңа судьялар буын дайындайтын жалғыз академия. Елордада орналасқан. Сот төрелігі академиясында білім алуға былтыр 600 адам өтініш білдірді. Солардың арасында іріктеуден іріктелмеген 60 ғана мемлекеттік грантты жеңді. 40 магистрант ақылы оқиды. 2015 жылы құрылған академия араға 9 жыл салып, жоғары сот кеңесінің қарамағына өтті. Сот жүйесінде болашақ кадрларды қосып, ғылыми қызметті жүзеге асыратын әрі ерекше мәртебе берілген жоғары оқу орны болып танылды. Оқытушылардың қатарында сот жүйесіндегі қызметкерлер, судьялар, жоғары соттың судьялары, облыс соттың судьялары және аудандық соттың судьялары. Және судьялардың кейбіреулерінің қатарында жаңағыдай өздерінің ғылыми атақтар да бар, ғылыми дәрежелер де бар. Бір жыл оқу аясында магистранттар жаңағы теориялық білімдерін алады және практикалық тәжірибеден өтеді соттардан. Астана қаласының соттардан өтеді. Академияға конкурс жарияланғанын естіп, алыс жақын өңірден келгендердің бірі Еркебұлан Қабдылов. Бұған дейін Алматы қаласының әкімдігінде бөлім басшысы болды. 6 жыл мемлекеттік қызметке арнаған маманның ендігі мақсаты судья болу. Әрбір заңгердің жоғарғы шыңы судья болу, ал судьялардың жоғарғы шыңы жоғарғы соттың судьясы болып табылу. Яғни сот жүйесіне бет бұру барысым осы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік биліктің сот билігі жүйесінде өзімнің белгілі бір үлесімді қосу, сот төрелігін әділ және заңды ғана басшылыққа алып тәуелсіз жүзеге асыру сот төрелігін. Мысалы өткен жылы алғашқы жылдарда 90-нан астам пайыз олар жаңағыдай судьялыққа тағайындалып жатыр. Бұл дегеніміз академияның жаңағыдай түлектерінің өте жоғары деңгейде дайындалып судьялыққа түсуі деп айтуға болады. Осы бағытта біз жұмыстарды жалғастыра береміз. Құқықтық саясатқа байланысты білікті маманды дайындау және сот төрелігін сапалы түрде жүзеге асыруына байланысты судьялардың жаңа формациядағы әзірлейтін ол жаңа сот төрелігі академиясы.
Академияны аяқтаған магистрант одан әрі біліктілік емтиханын тапсырады. Бүгінде оның да шарттары оңтайландырылған. Тестілеу нәтижесінің шекті балы 80-нен 75-ке төмендеді. Емтиханның кей кезеңдерін қайта тапсыру 2 есе қысқарды. Эссе жазу, кейстік тапсырмалар шешу, әңгімелесу мерзімі бұрын жарты жыл болса, қазір 3 ай. Одан соң ғана судьялық лауазымдарға конкурс өтеді. 24 жылы 4 біліктілік емтихан өткізілді. Оның ішінде 800-ден астам адам қатысты. Салыстыратын болсақ, 23 жылы 5 емтихан өткізілген, бірақ олардың сандары, қатысатын адамдардың сандары аз болды, бір 600-ге жақын. Қазір уже өсіп жатыр, 800-ге жақын адам, кейде жаңағы 900-ге жақын адамдар емтихан тапсырады. Бірақ енді сол компьютерлік тестілеуден өтетіндердің саны 300-дей болады. Психологиялық тестілерден өтеп 290-дай үміткерлер, барлығы бір 73-74 жаңа кандидат барлық емтиханды, барлық этаптарын өтті деп айтуға болады. Президент сот жүйесі жабық болмас үшін судьялар корпусын жаңартып, құқық саласы мамандарын тартуға жет деген еді. Яғни бұрын судья болып жұмыс істемеген заңгерлерге жоғарғы соттың немесе облыстық соттың судьясы болып тағайындалу мүмкіндігі туды. Нәтижесінде жоғарғы сотта бұндай 6, облыстық соттарда 3 судья қызмет етуде. Оған қоса судьялар аудандық соттың басшысын өздері таңдап, өздері сайлай алатын болды. Бұл әдіс арқылы кадрлық резервті тиімді пайдалануға болады. Жоғары сот кеңесі ол Қазақстан Республикасы президентінің соттарды қалыптастыру жөніндегі конституциялық өкілеттіктерін, судьялардың тәуелсіздігі мен оларға ешкімнің тиіспеу кепілдіктерін қамтамасыз ету мақсатында құрылған дербес автономиялық мемлекет орган болып саналады. Кеңес өз қызметін тәуелсіздік, заңдылық, алқалық, жариялық қағидаттарын негізінде жүзеге асырып отырады. Сондай-ақ биыл 1 шілдеден бастап еліміздің құқықтық жүйесінде алғаш рет 3 жаңа кассациялық сот жұмысын бастайды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен оның кадрлық құрамында барынша тәжірибелі судьялардан құралуы тиіс. Яғни С1-ден 3 судьядан құралған алқаға келіп түседі. Оның қарау мерзімі 6 айдан аспауы керек. Бұған дейін кассациялық сот сатысы жоғарғы соттың құрамында болды. Барлық істі кассациялық сатыда қайта қарауға мүмкіндік болмады. Өйткені оның қарауына жатқызылатын сот істері мен материалдардың түрлері бар. Енді жаңа сот жүйесінің құрылуына байланысты жоғарғы соттың рөлі өзгереді. Сонымен қатар 2027 жылы дербес кассацияға қатысты қолданыстағы шектеулер жойылады. Основная роль кассационных судов заключается Кассациялық соттардың негізгі рөлі апелляциялық соттар қараған істерді қайта қарау болып табылады. Осылайша көп сатылы соттар рөлін жүзеге асырудың қағидаттары күшейтілетін болады. Онда орын алу мүмкін сот қателіктері әр кезеңде анықталып түзетіледі. Мемлекет басшысының кассациялық соттарды құру қажеттілігі туралы тапсырмасын іске асыруда жоғарғы сот кеңесінің рөлі ерекше. Кеңес судьялар корпусын кадрлармен қалыптастыру жөніндегі уәкілетті орган болып табылады. Бізде әзірше кассацияға қол жетімдік аз. Түрлі себептермен түрлі шектеулер бар. Мысалы, арыздың сомасына байланысты, немесе қылмыстық іс болса, дағы да кейбір процессуалдық шектеулер бар. Сондықтан бұның барлығын алып тастап, егер де азамат өзінің құқығын әрі қарай толық атқарғысы келсе, кассациялық сот енді еш шектеулерге қарамай қарайтын болады. Қорытындылай келе мемлекет басшысының жан-жақты қолдауынан соң судьялардың тәуелсіздігін арттыруға және жоғары сот кеңесінің кадрлық өкілеттіктері бар толыққанды институт ретінде дамытуға бағытталған нақты әрі жүйелі шаралар іске асырылған байқауға болады. Мәртебелі мамандық иелерінің жауапкершілігін жетілдіру бойынша жұмыс жалғасады. Ал толықтай жаңашылдық пен өзгерістің нақты нәтижесі қандай болатынын уақыт көрсетеді.